Саламатсыздар ма, құрметті Қазақмет көрермендері. Пайдалы кеңес өзінің жалғасын табуда. Бүгінгі тақырыбымыз өт жолдарын операциясыз қалай емдеуге болады. Сол жайында болмақ. Егер де пайдалы кеңес өзінің жалғасын тапсын десеңіздер, біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен, Қасен Айдана. Әлемде әрбір 5-ші адам өт жолдары ауруларынан зардап шегеді екен. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мамандарының дерегі. Шынымен де қазіргі таңда өт жолдарымен ауыратын науқастардың саны күннен күнге өсуде. Өттегі тасты операциясыз қалай емдеуге болады? Өт жолдарындағы тасты болдырмау үшін не істеу керек? Негізі, өт жолдарындағы тас ағзадағы зат алмасуының бұзылуынан пайда болады. Ал оған семіздік, дұрыс тамақтанбау, майлы тағамдарды көп қолдану, аз қимылдау, қант диабеті мен вирустық гепатит және асқазан ішек аурулары себеп болып жатады. Соның салдарынан өттің қозғалу қызметі нашарлап, онда біртіндеп тас түзіле бастайды. Ондай тастар ұзақ жылдар бойы ешқандай белгі бермей жата беруі мүмкін. Науқас өт жолында тас бар екенін ауырсыну белгілері білінгенде бірақ біледі. Ондай белгілер: майлы немесе ащы тамақ ішкеннен кейін оң жақ қабырғаның асты ашып не шаншып қатты ауыратын болса, ауызға ащы керме қышқыл дәм келсе, іші кеуіп жиі кекірсеңіз, бұл өт жолында тас жинала бастағанның белгілері деуге болады. Өт тасы ауруынан сақтану үшін дұрыс тамақтанып, холестеринге бай тағамдарды, майлы ет, жұмыртқа, май, ұннан жасалған дәмдерді азайту арқылы аурудың алдын алуға болады. Есесіне жеміс-жидек пен көкөністерді, өсімдік майларынан жасалған тағамдарды көбірек жеген жөн. Өт тасын ертіп түсірудің бірнеше тәсілдері бар, бірақ оны пайдаланбас бұрын өзіңіздің емдеуші дәрігеріңізбен ақылдасып алу артықтық етпейді. Бұл ем өттегі тас холестериндік сипатта болған жағдайда ғана нәтиже береді. Бірінші емдеу тәсілі: балды әсіресе өт жолы ауыратын адамдар көбірек пайдаланады. Оны белгілі бір мөлшерде ақ ірімшікке, сәмізге, лимон шырына қосып жеген дұрыс. Кейде тұрыптың ішін үңгіп, оған балды толтырып қойып, 3-4 сағаттан соң дайын болған шырынды өт жолы ауыратын ересек адамға аз қасықпен, ал балаға шай қасықпен күніне 2-3 рет беру керек. Мұндай әдіс өт жолында тас жиналудан сақтайды. Екінші емдеу тәсілі: балды үккіштен өткізілген сәбізден қосып, банкеге салып, біраз уақыт қойса, әбден еріп, сәбіздің шырына қосылып, тосап сияқты өте тәтті тағам болады. Оны әсіресе өт жолы ауыратындар ем ретінде пайдаланса, шипалық қасиеті мол. Бал қосылған сәбіздің құрамында каротин деп аталатын дәруменді зат жақсы сақталады. Балды лимонға қосып сақтаса, өт жолы ауыратындарға өте пайдалы. Үшінші емдеу тәсілі: пияздың 200 грамм тұқымын 1 литр суға қайнатып, осы қайнатпаны бірден-бір мөлшерінде піскен сүтке араластырып ішсеңіз, өт жолдарына ем. Сонымен қатар, Қазақмет медициналық орталығында арнайы өт жолдарына арналған табиғи шөп дәрісі бар. Осымен пайдалы кеңес аяқталды. Егер де сіздердің игіліктеріңізге жараса, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.